Қостанай облысындағы алапат өрттен зардап шеккендерге бүгінде ең қажеттісі азық-түлік, киім-кешек, тұрмыстық техника. Бұндай жағдайға бей-жай қарап отыра алмаған екібастұздық кәсіпкерлер гуманитарлық көмекті жинауға өз үлестерін қосуда. Лейлі шаруа қожалығы осы 2-3 күннің ішінде екінші рет ұн артып жіберуде. Біз міне бүгін Қостанай жаққа 6,5 тонна ұн тиеп отырмыз. Ол мына қаладан, Екібастұз қаласының атынан тиеп отырмыз. Негізі алды күні естіген, бірінші күн естіндікті өз атымыздан 3 тонна ұн жібергенбіз. Енді одан басқа мына машина жалғыз емес, дүкен принципі болады дейді. Картоп та салынады, тағы көп зат салынады қаланың атынан деп жатыр. Енді осындай қиын жағдайда әрбір адам, Қазақстан азаматтары қолдарынан келгенше енді көмек жасап жатыр бәрі. Күні бойы жүк көлігіне оннан басқа көкөністер, жармалар, тұрмыстық техника, құрылыс материалдары артылды. Қостанай облысына осы жүкті жеткізу үшін жүк көлігін Аквилон компаниясы берді. Сонымен қатар олар линолеумның үлкен партиясын бөлді. Бұл егіске қаламыздың басқа да кәсіпорындары атсалысты. Отправляем электротовары. Қостанай облысындағы өрт салдарынан зардап шеккендерге қажетті электр тауарларын артудамыз. Мүмкіндіктеріңіз болса көмектесіңіздер деп айтқым келеді. Өзіміз 509 мың теңгеге электр шайниктерін, электр және газ плиталарын сатып алып жіберудеміз. Мы в лице своего предприятия коллектив. Біз өзіміздің ұжымымызбен бұл жағдайдан сырт қалған жоқпыз. Бар мүмкіндігімізді пайдаланып жылу жинауға қатыстық. Барлықтарыңызды осы егіске қатысуға шақырамын. Қостанай облысындағы өрттен зардап шеккендер біздің көмегімізге мұқтаж. Біз 600 мың теңгеге тауар сатып алдық. Жеке өзім 1 тонна пияз сатып алып жібергелі жатырмын. Осылайша екібастұздықтар қиын жағдайға тап болған отандастарымызға қолғабыс жасап, қысқа уақыттың ішінде гуманитарлық көмек жинап берді. Кеше азаматтармен ақылдасып, өзіміздің депутаттармен, осы жергілікті предпринимательдермен ақылдасып, Екібастұздың атынан 20 тонна продукция жіберіп жатырмыз. Оның ішінде 7,5 тонна ұн, 4 тонна сарымсақ, 5 тонна картоп, және гидропорум Текбурдин Қуаныш Валиханович, Герасименко Анатольевич, 5 тонна картоп берді, Дручинин Сергей Васильевич, Садвакасов Серик Тельманович, Ясиновский Андрей, Ибраев Хайрат Хамитович, Культуманов Исламбек Махмедович, Амургалинов Арман Булатович, Мазитов Фарид Нурулович, Севаракша Далида Маратовна, Азамат Миронович, Тулебаева Нурсуль Кибайна, Халид Тусанович, Тамара Белгибайна. Осы азаматшалар бәрі қосылып, бірлесіп, және үлкен алғысым, баршаларына үлкен алғысымды білем. Мына Ясиновский Андрей деген азамат мына машинасын беріп тұр, және тағы 1 тонна линолеум болып тұр. Сондықтан біздің қаламыздың көтерген жүк жеңіл дегендей, қазір 1-2 сағаттың ішінде жолға шығайын деп тұрмыз. Қостанай қаласына, Қостанай тұрғындарына көмектесу мақсатында біздің Екібастұз қаласының жастары жиылып жатыр. Республикалық қазіргі таңда штаб құрылды. Осы штабтың бойында қазір волонтерлар жұмыс жасап жатыр. Біз өзіміздің қаламызда осы штабқа, осы Қостанай қаласының тұрғындарына Қостанаймен біргеміз деген, яғни біз бірге рухтастармыз деген ұранмен жастарда болып көмектесіп жатырмыз. Енді оның көмектесу дегенді қалай түсінуге болады? Мысалы, қазіргі тиеліп жатқан заттардың барлығына осы қызметкерлер, жастар барлығы тегін жұмылдырып жатыр, яғни волонтерлық көмектерін көрсетіп жатыр. Сондықтан да барша екібастұздық жастарды осы науқанға қатысуға шақырамын. Сонымен бірге сөзімнің соңын Ғани Мұратбаевтың сөзімен аяқтағым келеді. Қоғамның тұтқасы да, қожасы да жастар дейді. Сондықтан да жастарымыз әрдайым осындай бір қоғамдық жұмыстарда белсенділік таныту керек деп ойлаймын. Жиналған барлық гуманитарлық көмек өрттен зардап шеккендерге жіберілді. Естеріңізге салайық, гуманитарлық көмекті сонымен қатар еріктілер де жинауда, және олар жинаған киім-кешек, азық-түлік, кеңсе тауарлары да жақын арада Қостанай облысына жіберілетін болады.